түсіндіре алмаймын, оларға басқаша жол жоқ деген сияқты түңілдім. Сол әйелім жалғыз операцияда болған, қасына ешкім кірмеген. Сол әйелімді соңғы рет сол кезде сау көріп, осы күнге дейін ауру болып қалды. Өйткені дәрігер айтты, мен саған әйеліңе гарантия бермеймін, қазір неше түрлі укол саламыз, біз қазір баланы да ананы да тірі алып қалу үшін біз барымыз саламыз, бірақ ар жағында есірткілік препараттар саламыз деп айтты. Сол үшін қолхатқа қол қоюың керек, сен қасында болуың керек, не партнер ретінде деді. Мен бара алмадым, ол кезде жібермей алды жаңа әкесі мен қайнағам. Түсіндіріп айттым, операция сложный болады, мен баруым керек. Ішінде баласы бар, врач сөйтіп жатыр, гарантия бермейміз деп жатыр деп айттым. Бірақ олар соған да көнбей өздерінің мүддесі үшін бәрінен не істеді ғой, өз қыздарына жанашымады ғой сол кезде. Сол кезде ойладым, өз қызына жанашымағанда менің 4 балама қайдан жанашиды деп балдардың қасында қалдым. Басқа амалым болған жоқ. Сол кезде қалдым, айтқандарына көндім, жарайды, басқа не істеймін енді. Бір құттай бар шаг жасасам, тағы айырып, тағы күрделі әрекеттер жасайтын. Әйелім содан ауру болып, содан жазылған жоқ. Комада жатқан, жүрегі 2 рет тоқтаған. Менің анам бар, Шимағанбетова деген апасы бар. Одан ары қалай сол айта берді. Содан айтып барайық деп, бәріміз барайық деп айтыру, қыздарың менің әйелім, балдарымның анасы деп айтыру көндіріп, қайнағам, анасын бәрін апардым. Онда да барған жоқпыз, бір 10 күннен кейін бардық. Әбден беті бер қарағандар. Комадан шығып, өз-өзіне келгенде кеудесіндегі аппараттарын алғаннан кейін барып, ол кезде әйелім күрделі өзгерісте, өз ақыл есінен айырылған, неше түрлі врачпен барып сөйлескенде айтты, дер кезінде келген жоқсың, біз уже жүрек 2 рет тоқтаған кезде біз оның жүрегін көтеру үшін неше түрлі препараттар салып тастадық, бізге ішіндегі баланың да қалай болып шығатынына гарантия бермейміз деді. Сол кезде екінші бір мәселе, күрделі мәселе туындады, іштегі баланы алдыру жайында. Сол кезде анасының өте қатты сөз айтты менің балдарыма, ішіндегі бала өліп қалсын, сол баланың кесірі деп. Әлі өмірге келмеген, денсаулығында ешқандай ақау барын, жоғын белгіленбеген балаға қарғыс айтып айтқанда. Сол кезде де қаным басыма шапты. Жарайды, сол баланың кесірі ма, кесірі емес пе, бірақ соншалықты қарғайтындай, оның білмедім, менің балдарыма не үшін өшіккенін. Сол кезде олардың ойы баланы алдырып тастау болды, менікі алдырмау болды. Может, УЗИ-ге де түсірдік, мына медикер несіне барып, қалай УЗИ-ге түсірдік, зерттедік, баланың жағдайы жақсы, ешқандай не жоқ деген кезде де анасы қоймай алдырам деп әрекеттеніп жүрді. Мен бетін қайтарып жүрдім, жоқ, бала жақсы, может, не істер, жақсы болып кетер деп. Ақыры сол баланы аман сақтап қалдым өзім. Сол бала дүниеге келді. 2024 жылы 17 желтоқсан күні Атырау облыстық перинаталдық орталыққа өзім әйелімді апардым, жатқыздым. Яғни әйелім өз еркімен толғата алмағасын, оны жасаған жолмен баланы аламыз деп шешім қабылдады дәрігерлер. Сол партнерге өзім кірдім. Яғни әйеліме сол кезде 2-ші рет наркоз берді. Ол кезде де ауыр болып. Әйелім одан сайын кішкене есін жоғалтуы, наркоздың әсерінен күшейе берді. Сол кезде әйелім босанды, баланы алды. Сол кезде де әйелім есім күтім болу керек болғасын перинаталдық орталыққа бір 10 күнде жатқызды. Қасында болдым. Сол кезде айттым анасына, мен еркек басымен қырғын әйелдің арасында жатырмын, келіп қасына көмектесіңіздерші деп айтқан кезде, олар сол кезде сондай қиыншылықта олар бас тартты. Жоқ, шыққасын барамыз, біз қасында бол деп. Сол кезде түсіндім, олардың жай жанашырлық көмек емес, жай өздерінің мүддесі үшін, өздерінің отбасының қамдары үшін жүргендерін. Сол әйеліммен 10 күн перинаталдық орталықта жаттым. Әйеліміз екеуміз шықтық, баламыз одан кейін 5 күннен кейін шықты, жаңа жылдан кейін. Яғни әйелім баласын таныған жоқ мүлде, есін білмеді. Сол шарана баланы өзім бақтым, бақына дейін. Сол кезде көмектескен жоқ анасы. Тек қайнағамды жіберді, типа
бақылауда ұстады, ешқайда кетіп қалмасын, қарасын. Мен егер отбасыма жаным ашымаса, сол қиындық кезде тастап кетер едім. Сол бала 40-нан шыққасын мен шаршадым. Анам айттым, анам да қарсы болған жоқ, түсінді, әкел өзім бағам, кім сөйлесе сөйлесін, жұрттың сөзімен жүрме, өзің отбасың өзің басқаруың керек деп. 40-нан кейін кішкентай баланы анам апардым. Одан кейін ойым әйелімді емдету болды. Өйткені түсіндім, ешкім жаны ашымайды. Қайын жұртымдікі жай жанашырлық емес, жай өздерінің мүддесі үшін, өздерінің қисынсыз қалыптарының несі үшін жүрген. Әйелімді емдету үшін сол Мұхамғалиев Наурызда контрольда ұстап жүрді, былай келіп қасымызға кетіп қалмасын, баланы алып кеткенде де сөйледі. Мен бірақ айттым, мен баға алмаймын, 40-на дейін бақтым, уже еркектің жүйкесі оған шыдамайды, қанша дейін. 1 ай бақ, 2 ай бақ, мүлде ары қарай уже психический депрессияда болдым. Жарайды деді, ақпен емдетейік дедім, айттым. Жарайды деді. Содан кейін қаржы сұрадық, қаржыландырды. Мен де қостым. Олар да қосты, екі жақтан да 4 миллиондай қаржы шыққан шығар деп ойлаймын. Нақтылан есімде жоқ, өйткені жарты ақша Мұхамғалиев Наурызда, жартысы менде болды. Сонымен емдетем деп жүрдім де, сол кезде мен де әрекетке көше бастадым, өз отбасымды басқарып, қалған 9 жасар және 8 жасар баламды Махамбет ауданы Қонаев мектебіне көшірдім. Сосын әйелімді, қайнағанымды алып Түркия, Стамбул қаласына емдетуге кеттік. Өйткені өз енді баласын қарау керек. Осыған салып тұрдыңыз ба, барлық неңіз? Иә, ол жұмыс деген жаңағы бос телефон,